Қазақстанда күн сәулесінің ұзақтығы жылына 2200-3000 сағатты құрайды. Қазақстандық Кунтек компаниясы бұны елдің игілігіне қолданады. Ол гелиоколлекторларды шығарады. Олар ыстық сумен және үйді жылытуға кететін шығынды 60-80%-ға төмендетеді. Қазақстандағы 70% отын жылу мен ыстық суға кетеді. Оған қарамастан біздің ел күн сәуле энергиясының зор потенциалына ие. Ол орта есеппен 1 шаршы метрге 1000 ватт. Гелиоколлектордың көмегімен аталмыш энергияны тиімділігі 90% ыстық суға айналдыруға болады. Гелиоколлектор бұл тікбұрышты алюминийлі панель. Ішінде антифриз циркуляцияланады. Коллектордың ішкі қабырғалары жылу оқшаулағыш қабатымен бүркеуленген. Үстіне түскен 91% күн сәулесі сіңіп, жылу энергиясы аккумуляттанады. Жұмысын кіріктірілген автоматика басқарады. Бір панельдің энергиялық сыйымдылығы 1400 ватт. Ол 12 шаршы метрлі бөлмені күніне 100 литр суды жазда 100, қыста 50 градусқа дейін қайнаталады. Отандық Кунтек коллекторларының қызмет мерзімі 40 жылға дейін. Бәсекелестерге қарағанда жылу энергиясының құны 2 есе төмен. Олар 25%-ға жинақы. Отандық гелиоколлекторларының өзін ақтау мерзімі 3-4 жыл.